Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін қамыры қытырлақ, өте дәмді, оңай жасалатын осындай пирожки дайындаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды, тұз, ашытқы және шекерді салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң еріген сары майымызды құямыз және електен өткізілген ұнымызды ақырындап сала отырып венчикпен араластырамыз. Қамырымыз қоюланғанда қолымызбен илеп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын болғанда үстіне бір ас қасық сұйық май құйып жібереміз және бетін жауып, көтерілгенше 1,5-2 сағатқа қалдырамыз. Келесі кезекте пирожкиміздің салмасын дайындаймыз. Қайнаған суға қабығы ашылған картошкамызды қайнатып аламыз және үстіне тұзын саламыз. Және табамызға май құйып, 2 пиязымызды да қызарғанша қуырып аламыз. Піскен картопымызды шанышқымен езіп, үстіне жаңағы пиязымызды майымен бірге құйып жібереміз. Және дәміне қарай тұзын және қара бұрышын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, сонымен біздің салмамыз дайын. Көтерілген қамырымызды екіге бөліп, қолымызбен ұзынша етіп созамыз және әрқайсысын кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Әр бөлікті осылай қолымызбен домалақтап, үстін жауып қоямыз және тағы да 10 минутқа қалдырамыз. 10 минуттан соң қамырымызды біртіндеп алып, шет-шеттерін баса отырып жайып шығамыз. Ортасын қатты басып жібермеңіздер, тек шеттерін бассақ жеткілікті. Арасына осылай салмамызды салып, шет-шеттерін қолымызбен бекітіп шығамыз. Дайын пирожкилеріміздің тағы да бетін жауып 10 минутқа қалдырамыз. Содан соң майға қуыра берсек болады. Біздің пирожкиміз ұзағырақ піседі, сондықтан газдың астын бәсеңдетіп қойыңыздар. Оттың асты өте баяу болғаны дұрыс. Және пирожкиді салған соң осылай қасықпен беткі бөліктеріне майды құйып тұрамыз. Сол кезде пирожкиміз көтеріліп, әдемі болып піседі. Осымен біздің қытырлақ пирожкилеріміз дайын болды. Тура осы рецепт бойынша жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Егер менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.